сабақты бастамас бұрын бәріміз психологиялық жаттығуымызды жасап алайық. Ол үшін орнымыздан тұрамыз, тақтаға назар аударамыз, барлығымыз бірдей, бір дауыста айтамыз. Оқып, өте жақсы балалар. Сендерге керемет көңіл күй сыйлаймын. Бүгінгі сабақ барысында отыра қойыңдар. Ал енді балалар, үй тапсырмасын дәптерлеріңізді ашып қоя қойыңыздар. Мен тексеріп шығамын. Үйге қандай тапсырма берілді? Үшінші есепті шығарып келуге дұрыс айтады. Кәні барлығын ашып, қолдауға қойып отырыңыздар. Мен тексеріп шығамын. Керемет, бірінші топтың балаларының барлығы тапсырманы жақсы орындап келген екен. Барлығында бар, тамаша. Ал сіздерді ше? Ой, сіздерде де тамаша. Бүгін балаларым қандай керемет. Күшті орындап келген. Өте жақсы. Тамаша. Сіздер екінші топ. Барлықтарыңызда бар ма? Барлықтарыңыз орындап келген екенсіздер. Жақсы, өте жақсы. Үй тапсырмасын орындап келген оқушылардың барлығына мен керемет деп баға қоямын. Кәні топ бір-біріңді бағалай қойыңдар. Бір-біріңе қандай баға берер едіңдер? Барлығы түгел орындап кепті. Тамаша. Міне үй тапсырмасы үшін сіздерге керемет деген баға қойылды. Ал енді балалар, сабақты бастау үшін тағы сіздерге кішкене сұрақ жауап ала кетейін. Серғожа, сұрақ жауап ала кетейін. Сіздер маған назар аударып отырасыздар. Мен бірінші сіздерге қазір амалдардың орындалу реттерін көрсетемін. 100 пен 50-дің айырмасы. Қол көтереміз. Отырып алып айтпаймыз 50. Жақсы дұрыс айтады. 60 пен 30-дің айырмасы. 30. Қол көтереміз. Керемет. 45 пен 5-дің қосындысы. Нұрислам. 50. Тамаша. 30 пен 40-дің қосындысы. Алана. 70. Балалар, қол көтеріп айтамыз, шұғыламаймыз. 25 пен 10-ның айырмасы. Серғожа. 15. Жақсы. Арғарай. 11 мен 4-дің қосындысы мүсілім. 15. Өте жақсы. Бәріміз қатысамыз балалар. 40 пен 5-дің қосындысы. 45. Арғарай. 20 мен 10-ның айырмасы. 10. Тамаша. Ал тағы бір 25 пен 25-дің қосындысы. 50. 80 мен 20-ның айырмасы. Менің балаларым қандай керемет. Мен бүгін сендерге қуанып тұрмын. Барлығын сабаққа қатысып жатырсыңдар. Керемет, бір-бірлеріңді бағалай қойыңдар. Бүгін шатасқан балалар болған жоқ, иә? Сұрақ жауапта да, үй тапсырмасында да өте керемет. Енді балалар, біз бүгін жаңа сабақта құрама есептерді қайталау тапсырмаларын орындаймыз. Құрама есептердің бүгін 3-ші сағаты, иә? Ал енді ол үшін сіздерге бір-екі сұрақ қоя кетейін. Жай есептерді біз қалай орындаймыз балалар? Қол көтереміз. Жақсы. Қол көтереміз. Жай есептерді мүсілім.